واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة.
Hazret, assalomu alaykum. Qalay yordamingizmi? Assalomu alaykum. Mana mening balam o'zimiz Tanishganıma quvonishdim. Ismim Muhamedov. Kırmızı kızı. Bunday kolonlarмен, железобетонный kolonlarмен 3 metr aslında üstüge дейін çıkardım. Qarab saqlab qoldik. Mana bası mana жақта басын söyleyeyim. Bası da Allah deb жазып, қалған 4-і de Muhammed деп пайғамбардың аты. Mana мешіт осы қалай болған болса, орнаменттары бәрі осындай қалды мешіттің. Мұны тасты әкеміз қайтыс болған соң салған. Осы тас қандай тұрған болса, осыны бәрін көріп қойдық. Анау жерге дейін осы мешіт. Fotoға түсіріп. Мәдина мешітінде болды ма? Мен бесім. Кейінгі сауын патшаларын кеңейткен. Сол ұқсап кетеді екен. Орда да ескі мешіт. Mana mына жақта 2 балкон. Осы mana мешіт. Foto. Mana колонналармен Дина фото. Бұл ескі мешіттің колонналары ма? бәрі жоқ шығардық. Жаңадан Біз шығардық. жаңадан eski мешіт mana осыдан. Түсінікті. Осыдан болып жатыр. Осы керемет. 2 балкон біз жасадық. Қазір mana осы мешітті Сарапон мешіт дерлеген. Жастар mana 32 жыл болды. Қандай болған болса mana. Қазіргі уақытта аутентичный деп аталады ғой. Вот қалай болған 30 жыл бұрын. Единственный дегенді қойдық. Қалған бәрі жазықта жасаған өзі қандай болған болса осылай сақтап қалдық. Mana екінші мына жақтың шығарында. Қазір өзіңіз көргендей, mana осы мен аға қандай болған болса сақтап қалдық. Осы хаттар, анау имам шығатын жұмада намаз оқитын жерде бәрі осылай сақталып қалды. Орнаменттары бір ештеңе өзгерткеніміз жоқ. Бұрын mana бір есік, кіреміз, болған есік, мына жерде екісі келді. Кіреміз, аяқ салатын жер жоқ, қиналып. Қарасам намазды, жұма намазды адамдар далада оқиды, қыста қар жауады, жаңбыр жауады. Дегенмен 97 жыл бұның өзі үлкен мешіт еді ғой. О, 94 жылы, 97 уже өткізгенде фиксировать етті. Бұл 94 салмаған. Екі жақтан кіреді. Мынау жер асын, кейін асын қойсаңыз, онда әлбет асынға 2000 адам қатады. Бірақ біз санап, жұма күні 2200 адам қатады. Біздің ең үлкені сіз апайымыз. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Ассаламу алейкум, аса қадірлі, құрметті, ардақты көпшілік. Тәуелсіздіктің бесігі болған арайлы Алматы қаласында Алла үшін ең сүйкімді мекен, қасиетті мешіт Али Мұхаммед мешітінің ашылу салтанатына қош келдіңіздер. Ислам өркениетінің өзегі, имандылықтың ұясы ол мешіт. Сондықтан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам үйден шығып басқан әрбір қадамға мешітке бет алған кісі үшін үлкен сауап жазылып, оның күнәсі кешіріліп, дәрежесі өсетін туралы айтылған ардақты ағайын. Алла тағала елімізде, жерімізде осындай еңселі, көрікті мешіттердің көп болуын нәсіп етсін. Бабаларымыз күндердің сұлтаны жұма, түндердің сұлтаны қадір, айлардың сұлтаны Рамазан, мекендердің сұлтаны мешіт, сөздің сұлтаны Құран деген. Олай болса, Алланың үйі қасиетті мешіттің ашылуын алғашқы Алланың кәләмі Құран кәріммен орталық мешіттің азаншысы Қари, Ерлан Қари Битенов бауырымызға Құран кезегін ұсынсақ, Құранның батасын Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының төрағасы бас муфти Наурызбай Қажы Тағанұлы береді.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Амин. Жаратушы Жаббарымыз Алла Тағала осы қылған қасиетті Құран аяттарынан болған сауапты әуелі ғазиз пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи вассаламның рухына бағыштаймыз. Барша пайғамбарлар рухына, асхабтардың рухына, сыддықтардың, салихтардың, шахидтердің ла илаха иллаллах Мұхаммад Расулullah деп өткен барша мұсылман рухына бағыштаймыз. Сондай-ақ бір Мұхаммед ағамыздың рухына бағыштаймыз. Али Мұхаммед атамыздың рухына бағыштаймыз. Осы әулеттен мархума болған ата-баба, әже аналарымыздың рухына бағыштаймыз. Ділмұрат ағамыздың әулетінен тәбеткен барша ата-баба рухына бағыштаймыз. Алланың рахматы, пайғамбар шапағаты болғай. Осы қасиетті де игі шараға келіп қатысып, қол жайған осындағы сізбен біздің баршамыздың өтіп кеткен ата-баба рухына бағыштаймыз. Алла бүгінгі ашылып жатқан қасиетті Алланың үйі Али Мұхаммед мешіттің ашылған есігін қиямет қайымға дейін ашық болуды Алла нәсіп етсін. Осы қасиетті Алланың үйі хақ дініміз исламды кеңінен халыққа насихат ететін орталық болуды Алла нәсіп етсін. Алла Тағала осы мешітке келіп құлшылық жасап жатқан барша мұсылман жамағатымыздың дұға тілегін, құлшылықтарын қабыл етсін. Осы мешітті салған азаматтарға Алла разы болсын. Амин. Аллаху акбар. Бас муфти Наурызбай Қажы Тағауының бастамасымен Алматы қаласында көне мешіттердің жері кеңейтіліп, орнына заман талаптарына сай жамағатқа қолайлы жаңа мешіт ғимараттарын салу жобасы қолға алынған болатын. Осы жоба аясында бұл салынған 3-ші мешіт. Бұған дейін Әл-Мерек, Абу Ханифа мешіттері кеңейіп, заманауи сипат алып қайта түледі. Осы еңселі мешіт жұртымызға, ислам әлеміне құтты берекелі болсын. Алғашқы құттықтау сөзін Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының төрағасы бас муфти Наурызбай Қажы Тағауұлы Хазіретке құрметпен ұсынамыз. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Аса қамқор, ерекше мейірімді Алла Тағаланың атымен бастаймын. Барлық мақтау мен мадақ Аллаға тән. Оның пайғамбары Мұхаммедке салауаттар мен сәлемдер болсын. Ардақты ағайын, құрметті Ділмұрат Пірмұхаммедұлы, парламент депутаттары, зиялы қауым өкілдері,
ақсақалдар мен ақ жаулықты аналар. Алла тағала қасиетті жұма күні мешітке басып келген қадамдарыңызға мол сауаптан жазсын. Баршаңызды келе жатқан қасиетті Рамазан айымен шын жүректен құттықтаймын. Алла тағала ізгі амалдарымызды қабыл еткей. Бүгін біз әсем Алматының Жетісу ауданындағы ірі құлшылық үйлерінің әрі рухани орталықтарының бірі болған құрылысы қайта жаңғырып кеңейтілген Әли Мұхаммед мешітінің ашылуына жиналып отырмыз. Алла тағала құтты берекелі етсін. Өздеріңіз білесіздер, бұл мешіттің ашылуға алғашқы іргетасы 1997 жылы Көзейіп бір Мұхаммед қажының бастамасымен және жергілікті мұсылман жамағатының қолдауымен қаланды. Сол кезеңде салынған ғимарат 700 адамға арналған болатын және аудан тұрғындарына ұзақ жылдар бойы рухани қызмет көрсетті. 2025 жылы Көзеевтер әулетінің ұйытқы болуымен, нақты айтқанда Көзеев Ділмұрат бір Мұхаммедұлының жетекшілігімен мешітке ауқымды кеңейту және қайта жаңғырту жұмыстары жүргізілді. Аллаға шүкір, қайта жаңғырту нәтижесінде мешіттің ішкі сыйымдылығы 5000 адамға, ауласында бір мезетте 3000 адамға дейін намаз оқуға мүмкіндік жасалды. Осы ретте Ділмұрат Пірмұхаммедұлына және осы мешіттің құрылысына көмек қолын созған барша азаматтарға өзімнің және Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы ұжымы атынан айрықша алғысымды білдіремін. Алла мол сауаптан жазсын. Расында исламда мешіт салу ең ұлы әрі үздіксіз сауабы жалғасатын сауапты амалдардың бірі. Мешіт Алланың үйі, иман мен ізгіліктің ордасы, қоғамның рухани тірегі. Пайғамбарымыз оған Алланың салауаты мен сәлем болсын былай деген: "Мән бана лиллахи масджидан, баналлаху лаху бейтан фил джанна." Кімде-кім Алла разылығы үшін мешіт салса, Алла оған жәннатта сондай үй салып береді. Бұл хадис мешіт салудың тікелей жәннатқа себеп болатын амал екендігін көрсетеді. Мешіт салу садақа жарияға жатады. Адам қайтыс болғаннан кейін де мешітте оқылған әр намаз, әр Құран, әр зікір, әр ілім үйрену, соның сауабы мешіт салуға үлес қосқан жанға барып тұрады. Бұл жайында пайғамбарымыз оған Алланың салауаты мен сәлем болсын: "Иза матал инсану инқата амалуху илля мин саласа, илля мин садақатин жария, ау илмин юнтафау бихи, ау валидин салихин ядъу лаху." Адам қайтыс болғанда оның амал дәптері 3 нәрседен басқа жабылмайды. Садақа жария бірі пайдалы ілім, келесі дұға ететін ізгі ұрпақ. Мешіт осы 3 сауаптың да жинақталған орны. Алла Тағала Құран-ы Кәрімде: "Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Иннама яъмуру масаджидаллахи ман амана биллахи вал яумил ахир ва aqamас-салата ва атаз-закат ва лам яхша иллаллах." Алланың мешіттерін Аллаға және ақырет күніне иман келтіргендер ғана көркейтеді деген. Мешіт салу мен оны көркейту шынайы иманның белгісі екенін осы аят аңғартып отыр. Мешіт намаз оқитын орын ғана емес, ол ілім үйрететін, Құран оқылатын орын, жастар тәрбиеленетін орта, рухани ахвал түзелетін рухани орталық. Мешіт адамдарды туыстыққа, ынтымаққа, өзара жәрдем беруге үндейді. Жамағат намазы қоғамдағы теңдік пен бірлікті нығайтады. Имамы Ғазали: "Амалды ұлық ететін оның көлемі емес, ниеттің тазалығы" деген. Алла баршамызға таза ниетті, көркем Аллаға құлшылық етуді нәсіп етсін. Бүгін мінекей Алланың ұлықтығы қасиетті Рамазан айының қарсаңында, қасиетті жұма күнде Пірмұхаммед ағамыздың бастаған ісі жаңғырып, ұрпақтары елге қызмет етіп, ата тәрбиесін, әке тәрбиесін көрген ұрпақ, әкенің өсиетін орындап,
жасаған ізгі ісін жаңғыртып, жамағатқа жақсылық жасап отыр. Алла бір Мұхаммед ағамыздың рухынша жатқан жерін жәннат етсін. Артында тәрбиеленген ұрпағы Ділмұрат аға, сізге Алла разы болсын. Сіздің әулетіңізге Алла разы болсын. Бүгінде мінеки Алматы шаһарға көрік беретін, көңілді жұбататын, көңілге қуаныш сыйлайтын Алланың үйі құлшылық ордасын керемет үлкен қылып жаңғыртып, халық көбейді қазір, жамағат көбейді, жамағатқа жағдайы дұрыс болсын деп жасаған жақсылығыңызды Алла қабыл етсін аға. Мешіт салу бұл үлкен нығмет. Мешітті қалаған адам сала бермейді. Мешітті Құдай рұқсат еткен адам ғана салады. Аллаға сан шүкірлер болсын. Мінекей мешітіміз жаңа біз көрдік. Керемет зәулім, өте әдемі, жылы, ыңғайлы болып, бүкіл жағдайлар жасалды. Қадірлі мұсылман жамағаты, мешіт құтты болсын. Жамағатқа тола болсын. Мешіт білесіздер, иманды үйрететін дүние. Қазақта керемет сөз бар. Иманың жиғаның, иманыңнан айырылсаң, жиғаныңнан айырыласың дейді. Сондықтан халықтың иманды болуға, үлкенді сыйлауға, кішіні іззет етуге, білімге, сауапқа, жақсылыққа тәрбиелейтін мешіт бұл сондай рухани ұстаз, рухани тәрбие беретін қасиетті орын. Мешіт көп болса, иманды адам көп болады. Қазақта керемет сөз бар. Құдайдан қорықпағаннан қорық дейді. Сондықтан Құдайдан қорыққан адам Құдайдың құлына, Құдайдың пендесіне еш уақытта жамандық жасамайды. Алла ниет тілегімізді қабыл етсін. Мешіт салған азаматтарға разы болсын. Бүгін осы мешіттің ашылуына келіп, суыққа тоңып тұрған баршаңызға Алла тағала мешіт салғандай сауап нәсіп етсін. Алла разы болсын. Дұға тілек қабыл болсын. Қасиетті Рамазан айына Алла аман есен жетуді баршамызға нәсіп етсін. Қадірлі жиылған қауым, біздің еліміз мінеки тәуелсіз, әзір үлкен тарихи шаралар болып жатыр. Алла сол барлық шараларды сәтті өтуін Алла нәсіп етсін. Елімізді басқарып отырған қадірлі Қасым-Жомарт Кемелұлы аман болып, ел үшін, жер үшін жасап жатқан Алла әрбір ісіне өзі жар болсын. Президентіміз умраға барған сәтінде қазақ елі үшін Қағбаға қарап тұрып дұға жасап еді. Мен қасында куә болдым, сол дұғалары қабыл болсын. Мешіттеріміз көп болсын, момын мұсылмандар көп болсын, ауызбіршілік ынтымақта болайық. Сөз соңында қадірлі жамағат, осы мешітімізге муфтияттың атынан беретін сыйлығымыз бар еді. Рұқсат етсеңіздер, сіздердің алдарыңызда имамға тапсырсақ. Біздің Қазақстан мұсылмандар діни басқармасында муфтият баспасы бар. Сол баспадан шыққан өзіміздің ана тілімізде жазылған кітаптар Ержан қажыға, Ержан имамға табыстайық. Және сондай-ақ мынау біздің Құран аяттары жазылған осындай дүниені де осы мешітке муфтияттың атынан сыйлауға рұқсат етіңіздер. Құтты болсын. Өз атымнан, сондай-ақ Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының атынан осы игі іске бастамашы болған, осыны сәтімен аяқталуына әуелі Алла себепші болған Ділмұрат ағамыздың иығына дәстүріміз бойынша бір шапан жауып алғысымызды білдірсек. Құтты болсын. Бабаларымыз киген тон тозат,
кидірген тон тозбайды дейді екен. Осы арқылы жасалған жақсылықтың еш уақытта ұмыт болмайтындығы туралы айтылады. Қадірлі жақсылар, құрметті жамағат, сондай-ақ бізде айтады ғой, бата алғыс ал дейді. Өз атымыздан осы мұфтияттың атынан Ділмұрат ағамызға алғыс хатымызды ұсынсақ, қазір Ерлан ұстаз оқып берсеңіз, және Ділмұрат аға, сіз мінекей әке жолын жалғап, осындай әкенің бастамасын үлкейтіп жатсыз. Сіздің де ұрпақтарыңыз келешекте тағы да осындай үлкен зәулім мешіттер елге салуын Алла нәсіп етсін. Рахмет. Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы алғыс хат. Құрметті Ділмұрат Пірмұхамедұлы, мешіт сүйіспеншіліктен бауырмалдықтың, игілік пен ізгіліктің, бірлік пен мейірімділік. Өмірдің тіршіліксіз, ал тіршіліктің құлшылықсыз құны жоқ. Ислам діні тіршілік пен құлшылықты қатар үйлестіріп, өнегелі өмір салтын сабақтастырып, ғұмыр кешуге үндейді. Пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам өзінің қасиетті хадис шарифінде Алла тағала мешітті жақсы көрген пендені жақсы көреді деген. Асыл дініміздің абыройын асқақтату, жауапкершілігін терең сезініп, сауапты істерге белсенді атсалысып келесіз. Имандылық бағытында ізгі істеріңіз үшін өзіміздің және Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы ұжымының атынан сізге айрықша алғысымды білдіремін. Алла тағала деніңізге саулық, отбасыңызға амандық, өміріңізге береке берсін. Игі іс үшін жүрген ізгіліктер Алла тағала жаратушы иеміз әрқашан жар болып, мерейіңізді үстеменсін. Әмин. Ізгі ниетпен Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының төрағасы бас муфти Наурызбай Қажы Тағанұлы. Астана 2026 жыл. Қадірлі жамағат, Ділмұрат ағамыз айтып жатыр, бұл мешіттің жалпы мен бастадым, бірақ оның жұмысын жүргізген менің ұлым Ділмұхаммед деп. Кезінде атасы Ділмұхаммед Қонаев атамыздың атын берген еді дейді. Сол Ділмұрат бауырымызға да бір бата берді. Ділмұхаммед. Ол ғой? Ділмұхаммед бауырымызға. Келіңіз Ділмұхаммед. Амин. Жаратушы Алла тағала осы Ділмұхаммед баламызға ұзақ ғұмыр берсін, зор денсаулық берсін, қажымас қайрат берсін, кәміл иман берсін. Қазақ елінің тәуелсіздігіне қызмет ететін асыл азаматтардың бірі болсын. Әке жолын, ата жолын қуған салихалы ұрпақ болсын. Тіл көзден, бәлежеден аман бол. Осы әке ата жолын жалғап, өзің де осындай үлкен азамат болғанда елдің имандығына үлес қосатын осындай жақсы игі істерген бастамашысы болу Алла сізге де нәсіп етсін. Алла жар болсын, Алла қолдасын, тілегіміз қабыл болсын. Амин. Аллаху акбар. Келесі құттықтау сөз Қазақстан Республика парламент сенатының атынан сенат депутаты Жүргенбаев Жанболат ағамызға құрметпен сөз кезегін ұсынсақ. Қадірменді ағайын, құрметті жамағат, бүгін міне біздер бір керемет күннің, керемет бір сәттің куәсі болып жатырмыз. Ол дегеніміз осы мына Алланың үйінің ашылуы. Бүгін осы жерде Құран оқылып, бата беріліп, осындай бір ізгі шара болып жатыр. Бәрі құтты болсын. Мен өз басым Кузиевтер әулетінің сол 97 жылы ескі бір ескі мешіт салынған кезде куәсі болған адам едім. Пірмұхаммед атамыздың қазыққа қалған мешіті міне қазір ұрпақтары алғай жалғастырып, Ділмұхаммед ағамыз осындай бір ел игілігіне жақсы сый тарту жасап жатыр. Бәрі құтты болсын. Осындай міне 8000 адам бір сәтте құлшылық жасайтын, 8000 адам намаз оқи алатындай осы мынау Алматы шаһарында осындай бір мешіттің салынуы ізгілікті іс деп есептеймін. Негізі ашылып жатқан мешітіміз құтты болсын, халқымыз тыныш болып, іргеміз бүтін болып, осы салынып жатқан дүниелердің бәрі осы ел игілігіне жараса берсін деп тілек айтқым келеді.
Кузиевтер әулеті жалғыз бұл мешітте ғана емес, бұдан да басқа ізгілікті істерді жалғастырып жүрген үлкен отбасы. Сондықтан Жаркент қаласында да осындай бір мешіт салынған, басқа да жерлерде ел игілігіне, халықтың бірлігіне қызмет істеп жүрген ұлағатты үлкен әулет деп есептейміз. Сондықтан осымен біраз әріптестер осында келіп отырмыз. Осы қуанышты бірге сіздермен бөлісейік деп, қадірменді жамағат бәрі құтты болсын. Осындай жақсы күндерде, ізгі ниеттерде, жақсылықтарда кездесіп тұруға Алла тағала бәрімізге нәсіп етсін. Мешітіміз құтты болсын. Енді мына жерде Дінмұхамед ағамызға жаңағы өз басымнан әріптестерімнің атынан алған сыйлықтарымыз бар, шапанымыз бар, ата салтымен. Мына жердерді суық күнде халықтың жаңағы уақытысын алмай, осыдан кейін жаңа асқа барған кезде аға сөзге шапанымызды жабамыз. Рахмет, Алла разы болсын. Бұл мешіттің тарихы туралы Хазіретіміз біраз сыр шертті. Сонау 90 жылдардың басында жуанның жіңішкенің үзілетін уақытында бір Мұхаммед атамыз Алла тағала қалап, осы елімізден алғашқы қажылыққа барған кісілердің арасында болды. Барып келгеннен кейін күрт өзгеріп, Алла тағаланың құдіретіне тәнті болып, өзінің бала шағасын жинап алып, менің алдымда енді үлкен тарихи миссия тұр. Біріншісі, кеңес өкіметінен әбден бойымызға сіңген жаман қасиет арақты тоқтату. Сол арақты мен әрбір үйге кіріп жүріп тоқтатам. Ал екіншісі, осы жерге Алланың қасиетті мекені мешіт салу деп айтқан екен. Алайда сондай бір қиын қыстау сәтте мүмкіндік те жоқ, қаражат та жоқ, бірақ Алла тағала сол кісінің ниетіне қарай мүмкіндік жаратты. Осылайша атамыз баласын шақырып алып, өсиетін айтып, жер алып берсең болғаны, қалғанын өзіміз реттейміз деген екен. Алайда жер алып бергеннен кейін енді котлованын қасып берсең қалғанын арғартай реттейміз. Котлованын біткеннен кейін енді іргетасын қалап берсең арғартай реттейміз. Одан кейін қабырғасын қалап берсең деп жүріп, бала шағасына осылайша бітірген екен. Қарап тұрсаңыздар, бірден сен саласын десе, ол қиындау болуы мүмкін, бірақ әкенің жүрегі кең, көп жүйегі алыс болғаннан кейін балаларын осылайша тәрбиелеп салғызған екен. Ал енді кезінде атамыз қалай осылай еңбек етіп, күні-түні осы мешіттің отымен кіріп күлімен шыққан болса, осы мешіттің қайта жаңғырып осындай күйге келуіне Ділмұрат ағамыздың өзі 7-де 24 осы жерде жүрді. Кеше осы оқиғаны айтқанда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның Хандак соғысында ор қазған уақытта соның басына бір шатыр тігіп біткенше кетпегені есімізге түсті. Алла тағала ниеттеріңізді қабыл етсін. Келесі сөз кезегі Қазақстан халық батырлар қоғамдық бірлестігінің төрағасы, халық қаһарманы генерал-лейтенант Ертаев Бақытжан Ертайұлына құрметпен сөзге ұсынамыз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Мен уақыттарыңыз көп алмайын, тіпті өзімде сөзге шебер емеспін, бірақ Алланың жақсы сөзі, ұнайтын сөзі бар. Субханалла, субханалла, субханалла. Альхамдулилля, альхамдулилля, альхамдулилля. Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху деп сөз бар. О сөз мұсылман халқы аузынан шығарып, тәсбих соғандан емес, тіпті бісмілладан бастап осы Алланың жақсы көретін сөзбен жүрсе, Алла тағала қолдайды. Міне, қандай имарат мешіт соғылды. Бәрі тарихтың бәрін айтып кетті. Біз бас иеміз, мұсылман діні мәңгілік. Алла тағала осы мұсылман дінінің туын қорғап, біз қай жүрсек те, мен мұсылманмын, мен ислам дінін қорғайын деп жүрейік, басымызды көтеріп жүрейік. Құрметті Алматы тұрғындары, құтты болсын мешіттеріңіз. Алла тағала қолдасын. Кузиевтің әулеттері, барам бәрін осы мешітте талай жақсы істер болсын, Құрандар бұйырып отырайық, Құранымыз қабыл болсын, құтты болсын мешіттеріңіз. Рахмет, Алла разы болсын. Енді Алматы облысы әкімі Марат Елеусов құттықтау хатын арнайы жолдаған екен. Ерғали бауырымыз сол құттықтау хатты оқып берсе. Құрметті Кузиевтер әулетіне, құрметті Муфти Хазірет, баршаңызды Алматы қаласының Жетісу ауданында бой көтерген зәулім Әли Мұхаммед мешітінің ашылу салтанатымен шын жүректен құттықтаймын.
Мешіттің алғашы іргетасы 1997 жылы Кузиев Пірмұхамед қажының бастамасымен және жергілікті мұсылман жамағатының қолдауымен қаланды. Сол кезде салынған ғимарат ұзақ жылдар бойы рухани қызмет көрсетті. 2025 жылы Кузиевтер әулетінің ұйытқы болуымен мешітті қайта жаңғырту жұмыстары жүргізілді. Осы сауапты іске мұрындық болып, қаражат қосқан және құрылысты жүргізген азаматтарға алғысым шексіз. Бұл ғибадат орнының тарихи тегінде жатыр. Ширек ғасырдан астам уақыт бойы халыққа қызмет еткен ескі мешіт бүгінде толығымен қайта жаңғыртылып, сәулеті келіскен зәулім кешенге айналды. Жобаның ерекшелігі тарихи ғимарат бұзылмай, жаңа құрылыс мешіт ішіндегі мешіт концепциясына сақталып қалды. Бұл орталық Азиядағы бірегей сәулеттік шешім әрі өткенге деген зор құрметтің белгісі. Жаңа мешітте құлшылық ететін орын ғана емес, қала тұрғындарын имандылыққа, отансүйгіштікке тәрбиелейтін рухани орталыққа айналары сөзсіз. Жаңа мешіттің ашылуы құтты болсын. Еліміз аман, жұртымыз тыныш, тәуелсіздігіміз мәңгі болғай. Әрбір шаңыраққа бақ, береке, ырыс пен ынтымақ тілеймін. Құрметпен Алматы облысының әкімі Марат Елеусізұлы Сұлтанғазиев. Құтты болсын мешіттеріңіз. Ардақты ағайын, өздеріңіз көріп тұрғандай суық ызғар бар. Сол үшін де біз сіздерді жауратуға ешқандай хақымыз жоқ. Сөзге шақырсақ, сонымен қатар қазір осы мешіттің ашылу салтанатының лентасын қиылуға Наурызбай қажы Тағанұлы Хазірет, Кузиев Тілмұрат және осы әулеттің үлкені Кузиева Сағадат қажы Пірмұхамед қызы бұйырса шақырылатын болады. Ассаламу алейкум, құрметті жамағат, құрметті қонақтар. Ассаламу алейкум, hürmetli қайырымдастар, меймандар, достар, қайырымдастар. Бүгін мен өзімнің ана тілім білен сөйлейдім. Амма лекен мәйлі көп ясла қазақшының білмейді, ұйғыршының яқшы білмейді. Шының үшін мен әміміз білдіған орыс тілді сөйлейді қайтымен. Аузубиллахиминашшайтанирраджим, бисмиллахиррахманиррахим. Священный Аллах в Коране сказал: воистину, мечети Аллаха строят те, кто уверовал в Аллаха и верит в его судный день. И мы сегодня все становимся свидетелями исполнения этого аята. Мы собрались здесь сегодня, чтобы поблагодарить Всевышнего и стать свидетелями продолжения дела, начатого много лет назад. Мечеть Али Мухаммед – это не новая мечеть. Он имеет свою историю, свой джамагат и свою память. В середине 90-х годов, еще до начала строительства мечети, мой отец Кузиев Пірмұхамед Хаджи вместе с своими единомышленниками Маматалием Имджанака, Зунанака, Турдеем Айсар Хаджи взялись за самое главное – воспитание людей, особенно молодежи. Они первыми в этой местности начали говорить о здоровом образе жизни, о том, чтобы на свадьбах не было алкоголя, что торжества могут проходить без спиртного, с достоинством и уважением друг к другу. В то время это было, мягко говоря, непросто. После распада Советского Союза отказ от алкоголя сейчас считался чем-то неприличным и даже странным. Но уже тогда, по воле Всевышнего, в их сердца был вложен правильный путь и искреннее намерение. И именно благодаря этим людям уже на протяжении 30 лет все мероприятия в этой местности проходят без алкоголя, в соответствии с нашими духовными ценностями по нормам халала. Сейчас тяжело молодым представлять, 32 года тому назад, вот в этой местности, да, не только по всему Казахстану, если на свадьбе 2 ящика водки не принесешь, тогда ты не человек. Если 3 ящика принесешь, ты очень хороший человек. А если туда коньяк прибавишь, вообще великий человек. Без водки ничего не делают. И вот этот тяжелый момент, отец вот с этими людьми, которые я назвал, ходил по домам и разъяснял вред алкоголя. Что все беды от водки. И многие люди понимали и благодарили их. Но были люди, которые говорили плохие слова, что вы не пили, вы напились, теперь нам не даете пить, и всякие гадости. Но несмотря на это, они ходили по домам и разъясняли.
Но прежде чем ходить по домам, отец нас, 10 детей собрал и сказал: с сегодняшнего дня никакой спиртной никто из вас пить не будет. Если я услышу, что кто-то будет пить спиртное, это не мой ребенок. Я тогда был директором, говорю: папа, да у нас комиссия с Москвы едет, ты знаешь, что я водку вообще мало пью, ну когда комиссия без водки, завод остановится. Он говорит: сынок, не пей, у тебя завод еще лучше будет работать. И вот так отец внедрял вот это понятие «жить без водки». И первый раз он в жизни согласился проводить день рождения, 80-летие, без водки. И вот тогда все начали вот этот обычай, что водку приносить свадьбу, обязательно 2 ящика, убрали. Не стали водку делать. Вот он, целая партия, многие занимались, Горбачев занимался водкой, но они не могли победить. А он своим примером своих детей заставил людей понять и не пить. Затем в 1997 году, трудное для всех время, когда не было ни возможности, ни достатка, эти же люди во главе моим отцом с материальной помощью детей при Мухаммеда Хаджи и поддержкой местных мусульман на этом пустом месте начали строить мечеть. Тогда его вместимость была 700 человек, но праздники дни полно садились, 1000 человек помещалось. На протяжении этого времени я всегда был рядом с отцом и старался помогать ему во всем, чем мог. Если сейчас начать подробно рассказать о том, через какие трудности нам пришлось пойти, это заняло бы очень много времени, и, признаюсь, для меня это не просто эмоционально. Даже сейчас, вспоминая об этом, мне становится очень сложно. Но все, что было пережито, все эти трудности знает один Аллах. Мой покойный отец и я. Какую тяжелые моменты мы строили Аллах. Дом – это дом. И Аллах нам дал силы, и я тогда убедился, что Аллах помогает, если ты думаешь не о себе, а о людях. Если ты не будешь себя восхвалять и думать, что ты после тебя что-то, тебе какой-то памятник поставили, вот все это сбудется. И вот этим путем построили первую мечеть, которые, учитывая, что более 95% денег дали семья Кузиева, люди сказали: давайте назовем мечеть при Мухаммед Хаджи. Мне это понравилось, я обрадовался, и люди пошли. Я сказал: идите к отцу, обрадуйтесь. Люди пришли к отцу, отец их выгнал. И сказал: никогда мечеть именем людей нельзя ставить. Мечеть – это дом Аллаха. Его имя должно быть или пророка, или Аллаха. Ну тогда мы назвали Султан Курган, мечеть Султан Курган. Отец говорит: сынок, да, Султан великий человек, который организовал это местность, историю я знаю. Но ты пойми, какой бы он ни был великий, он не пророк. Поэтому надо поменять имя. Я говорю: папа, кое-как построили ради Аллаха, пусть останется. Он был недовольный, но согласился. И пройдя годы, он через год покинул этот свет. Я уже тогда начал понимать вот многими учеными, религиозными людьми, что нельзя имя людей ставить. И тогда я пригласил самого большого у нас Имар Хадим, ученый был религиозный. Я ему сказал: Имарджан, Имар Хадим, как нам назвать мечеть? И он, не задумываясь, сказал: это мечеть, прекрасная мечеть, давайте назовем Али Мухаммед. Я говорю: а что это такое? Как она переводится? Прекрасная мечеть пророка Мухаммеда. Много можно назвать. Самая красивая мечеть пророка. Мне понравилось, и вот с этого момента мы назвали эту мечеть Али Мухаммед. В первую очередь все это делалось и создавалось, потому что это дом Аллаха. И огромная милость и честь для нас то, что Всевышний дал нам такие возможности. Но была и вторая причина – это наши корни. Мой отец и мать прожили в этой местности Султан Курган всю свою жизнь. Здесь они честно трудились,
здесь вырастили 10 детей, прошли самые трудные и действительно самые важные для них и счастливые дни. Никак не могу забыть слова отца. Он всегда говорил мне: сынок, если у тебя деньги появятся, в первую очередь содержи свою семью, потом помогай своим бедным родственникам, потом помогай людям, потом помогай государству и той местности, в которой ты живешь. Я не мог сделать для своих земляков ничего, потому что я растил вас. Но придет время, пожалуйста, для той местности, где я живу, помоги, пожалуйста, или провести воду, или отремонтировать школу, 30 лет не ремонтировали школу, или дорогу отремонтировать. Я говорю: отец, может быть, туда еще мечеть построить? Он говорит: это было бы прекрасно. Отец умер, прямо через 40 дней я взял вот самую младшую братишку Закира, и мы поехали в Жамашар, где отец родился, в Казахском районе, отсюда 48 километров. И посоветовав с людьми, я сказал: вот такой-то человек, вот наш отец такое завещание оставил, давайте мы вам построим школу, ремонтируем дорогу или водопровод, но в самом конце тихо говорю, или построим мечеть. Придите мне через 3 дня, дайте свое решение. И через 3 дня люди приходят, и все в один голос говорят: нам нужен мечеть. Среди них есть директор. Я говорю: а тебе директор школы, почему ты не говоришь школу? Он говорит: ага, все люди сказали, нам нужна мечеть. И мы там и мечеть построили, и дорогу отремонтировали, и школу отремонтировали, и водопровод понесли. Вот пример того, если ты не будешь о себе думать, а мысли у тебя чистые, то все это сбудется. В 2007 году мой младший братишка Закиржан продолжил это благое дело и провел реконструкцию, обновив архитектурный облик мечети. Шли годы. И я каждый раз в пятницу, выходя из мечети, видел, как вот такой холодный день, вот как вы сегодня стоите, люди читают намаз на улице. Дождливую погоду люди читают на улице. И я понял, что эта мечеть уже стала мало для нашего джамагата. И именно так в 2025 году, с марта месяца, по воле Всевышнего Аллаха, нам была дана возможность осуществить масштабное расширение и реконструкцию этой мечети. И еще одна вещь, которую я должен сказать. Я задумался, что же сделать, как же это сделать, как увеличить эту мечеть, чтобы люди больше помещались. И у меня сын посетил Малайзию летом, и он говорит: папа, я хочу в городе Кунаево построить мечеть, небольшую мечеть, как дедушки, пока вы с мамой есть, хочу, чтобы вы увидели эту мечеть. Хай-тек технологии. Я говорю: а что такое хай-тек технология? Это значит умная, высокотехнологичная мечеть. Температура регулируется от улицы, свет горит, когда темно, внутри компьютеры, там телевизоры и так далее. Я говорю: сынок, умную мечеть можно построить, но наши люди еще не готовы к таким технологиям. Давай лучше дедушкин мечеть расширим. И вот так началось в 2025 году эта реконструкция. В течение 10 месяцев, вот я не тороплюсь, считаю. Почему? Потому что я 10 месяцев здесь днем и ночью. Холод, дождь, жару 35 градусов, работал. Вы один день немного постоите здесь. Поэтому я извиняюсь, что мой речь может долгая, но потерпите. Это дом Аллаха. Молитесь в нем, восхваляйте Всевышнего, находите здесь спокойствие и очищение сердца. Но я прошу вас, берегите эту мечеть. Сегодня все здесь новое, чистое и светлое. Давайте относиться к ней бережно, не опираться на белые колонны, соблюдать чистоту, не раскачиваться на стульях, не заходить в мечеть в грязной одежде, беречь имущество мечети, относиться к этому месту так, как мы относимся к собственному дому. Только общими усилиями и уважением, бережным отношением мы можем сохранить эту мечеть такой же чистой и достойной на долгие годы. И дай Аллах для будущего поколения. Мы вложили в эту мечеть не только средства,
но и силы, душу и любовь. И когда я вижу, как кто-то небрежно относится к этому труду, мне, признаюсь, становится очень больно. Еще больнее видеть, когда в дом Аллаха люди вместо поминания Всевышнего смотрят телефон, играют или приходят поспать. Мы все это видим, но часто никто не делает замечаний. Не потому, что это правильно, а потому, что никто не хочет нервы себе портить, настроение себе портить. Но давайте скажем честно, так быть не должно. Мечеть – это место намаза, зикра, уважения и тишины. Поэтому пусть каждый начнет с себя. И если увидим неправильное поведение в этой мечети, сделаем замечание спокойно, с уважением ради Аллаха. Хочу сказать искренне, что мы постарались вложить в строительство этой мечети не только силой, но и всю свою душу. И сделать так, чтобы каждый камень был положен с чистым намерением ради Аллаха. Хочу выразить искреннюю благодарность всем, кто принял участие в масштабной реконструкции этой мечети, моим ученикам, ставленникам, нашим партнерам по работе, друзьям моего сына Мухаммеда и всем неравнодушным людям, кто с чистым намерением оказал материальную помощь и физическую помощь на протяжении всего строительства. Отдельные слова благодарности я хочу сказать людям труда, строителям, рабочим бригадам, мастерам и всем тем, кто своими руками день за днем возводили эту мечеть. Я видел, что они выполняли ее ответственностью, уважением, пониманием того, что они строят дом Аллаха. Среди всей нашей строительной команды особо хочу отметить Ерлан Капаровича, главного архитектора и строителя этой мечети. На втором месяце строительства Аллах познакомил нас. И с этого момента и по сегодняшний день он нес основную ответственность и за архитектурные и инженерные решения. И был одним из ключевых людей в реализации этого проекта. Ну и, конечно, отдельную персональную благодарность хочу выразить моим ближайшим помощникам, моему сыну Мухаммеду, моим младшим братьям Закиржану, Мырзахмету, которые были на протяжении всего этого времени рядом со мной и оказали наибольшую поддержку в расширении этой мечети. Пророк Мухаммад саллаху алейхи вассалам сказал, если человек умирает, его дело прекращается, кроме трех. Садака джария, то есть непрерывной милости, полезного знания и праведного потомства, которое делает за него дуга. Это мечеть садака джария. Дай Аллах, чтобы каждый намаз, каждая дуга, каждый ребенок, который найдет здесь правильный путь, был записан в награду тем, кто стоял у истоков этого дела. В завершение я хочу обратиться к нашей молодежи. В Священном Коране говорится, кто совершит добро в размере пылинки, увидит его. И кто совершит зло весом пылинку, увидит его. Поэтому я молодежи хочу обратиться словами. Берегите своих родителей, бабушек, дедушек. Вот, чтобы я много не говорил, смотрю бумагу, а то хотел бы много чего сказать. Потому что имам уже смотрит на меня. Завтра вы получите ровно то, что посеете. Поэтому, уважаемый Жамагат, пусть Аллах примет ваши благие намерения, воздаст за каждое пожертвование, умножит их удел, дарует здоровье вам и вашим семьям. Пусть эта мечеть будет местом единства, знаний, воспитания молодежи, местом, где люди становятся лучше. Пусть Аллах примет этот труд, простит наши ошибки, примет наши намерения и сделает эту мечеть источником света для этой земли и для будущих поколений. Аллах önümüzün razı olsun. Allah Ekber. Allah Ekber. Allah Ekber. Allah razı olsun. Assalamualaikum, rahmetullahi mehmonlar.
Hammalar xush kelibsizlar. Bugun mana shunday bir chiroyli biz uchun bir bayram. Hammalarni bugungi bayram bilan tabriklayman. Jut qarindoshlar, mana qaranglar. Alqututga cho'ng michlarninki qatorida bizning mana Ali Muhammad michitimiz shunday chiroyli qad ko'tadi. Hech kim ko'z yummaydi bu michitga qanchalik kuch sarf qilindi. Shuning uchun mana buni o'shada tik turib bugunga qadar mushtab chiqgan inim Dilmurod Hojirni tabriklayman. Qarindishim mana shunday chiroyli bir michitni keng, chiroyli yo'riq 5000 odam patadigan michitni bugun bizni qad ko'tarib turdi. Xudoyim bilsa hammalar mush michitda juma namozni o'qiydigan Alloh nasib qildi. Hammalar ko'rdinglar qanchalik vaqt ketdi. Bir yil to'shmasdan mana hammamiz jutni deb, xalqni deb ketamiz. Dilmurod mana tik turib mana mush michitni tug'izdi. Hammalarni tabriklayman. Mush michitda yaxshi ishlar, birlik, ittifoq mush michitda bo'lsin. Hamma qilgan qadamlarni savoblardan yazsin. Ma'qul. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Bismillahirrahmanirrahim. Cemaatler olsun. Elimizde meşki yok olsun. Allah razı olsun. Kutlu olsun. Şarşılar bilemizler. Kutlu olsun. Aslında üstünde tesliminde üstünde bir bırakın olsun diye bakıyorum. Hazret Asılhan bizden 11. balamiz. Ya men aytdim kecha bu kishi boshqasin deb bu kishi buni tanglaydi. Ya men aytdim karam qiyasini bor. Saq o'zi bir qancha لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك يا منان يا ديان يا غفور يا ودود يا رحمن يا رحيم يا ودود يا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك يا الحمد يا نعمة يا رحمن يا شريك لك لبيك لبيك اللهم مجيب يا شريك لك لبيك يا الحمد يا نعمة يا حليم يا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا
شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين
بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام Bismillahirrahmanirrahim. Mine biz din dese baş yemiz. Biz batır halkımız. Otan dese baş götürürüz. Sonda terbiyeni biz özümüzün babalarımızdan görürüz. Osu terbiyeni жалғастыру. Ақсақал бар жерде ақыл сұрау бар. Жастар бар жерде болашақ бар. Осы қазір жастарды бір болып тәрбиелеу біздің парызымыз. Отанды гүлдетіп, жайнатып жастарға өткізу. Қазіргі міне мешіт ашуда отырмыз. Бұл неме? Бұл болашаққа тәрбие жастарға. Құранда бір нәрсе жаман сөз айтылмайды. Бәрі болашақты айтылады. Себептен осы бүгінгі қуанышты күні, қасиетті жұма күні, міне осы жерде Алматыда үлкен ғибадаттарынан мешіт ашылып жатыр. Мешітіміз құтты болсын. Осы мешітте талай-талай жақсы ниеттер болсын. Әрине бабалардан құрандар қосылады, құрандар қабыл болып тұрсын. Енді елімізге, жұртымызға келетін әрине еліміздің аманшылығы, бақуаттығы, ислам дінінің мәңгілігі. Сау болыңыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху, уважаемые братья и сестры. Да будет доволен Всевышний Аллах и Мухаммед Кашкой, и Имад Кашкой, а также тех, кто принимал участие в постройке этой мечети. Аминь. Наш национальный инструмент.
Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Oturun, gönlünü atana, meniniz. Atlar köp. Hazır minsen vakit ketedi. Eң avval аттарын жинап алайын. Ассалаумағалейкум, құрметті қауым, құрметті ағайындар. Бүгін осы қарда тоқтықтақтың келгендерге, бәріңдерге арнайы рахмет. Міне біз бүгін Көзиевтер әулетіден, біз тумасақ та туған болған Ақсубаевтар әулетіден осы екі тұлпарды осы Ділмұрат ағамызға атамыздың жолыны бүгін ұстатқан үшін осы екі тұлпар білен осы шапанды кигізуге бәріңді рұқсат етсіңіздер. Қайда әне мырзат? Кет. Әке. Давай еще один. Қайда Ділмұхамед? Мырзат. Әке. Oldu bunlar. Tak. Әке, серікті маған кигіз деп отыр. Солай тастап. Кет, сенді кет. Давай. Чуть-чуть артқа түсіңіздер. Астыра түсіңіздер. Бисмилlah, шире делайте. Кішкене артқа қарай түсіңіздер. Шапан, имамдаршылар ағаларымызға шапан. Сұлтан Мұрхан мешіті осы аймақтың жамағаттың атынан осы сіздерге Құлбей Құрбанжан ағамызға шапан. Имамдардың аттан беріп жатыр шапан. Имамдардың атынан. Закиржан ағамыз. Закиржан, қане, ей. Закир. Hepsini taşınma, tepsini hayvan. Kurtu tepsini, geçme. Soktu. Özcan. Кішкене артаман тұрыңыздар. Amin. Мешітіміздің осы ауғансыз құрылысын жандандырып, мешітімізді 5000 адамға ұлғайтып салып берген Ділмұрат ағаларымызға, осы Дінмұхамед бауырларымыздың және осы Көзиевтер әулетінің жасаған барша игі істерін, басқаларға жол істерін, өздеріне Алла өзінің сауаптан ел дүниелерін аман қыла көр. Ұрпақтарынан Алла Тағала осы игіліктерді жалғастыратын игі ұрпақтарды нәсіп ете көр. Амин. Şikat, çapan, ruhsat kıldı. Sultan Murhan cemaatine Allahu Ekber. Muhammed bavurumuzga. At verin la at. Оставь это сколько. Allahu Ekber. Kene mağın qaraysanızdır. 1, 2, 3.
Allah razı olsun. Ya Allah rahmet eylesin. Allah şeyden. Ben bunlardan bunu bırakmaz. Mustafa yaxşı kılat görüşelim. Amin. Балабақша салып, себебі бала шағамда сайын күн көрейді. Бірақ бұл әулет мешіт салудан әсілі шаршаған емес. 10-11 мешіт, оны күрделі жөндеуден қаншама мешіттер жасады. Бірақ Ділмұрат ағамыз Көзей әулеті бұл мешіт салып, бүгін ертең трион бермесе де қияметті қасыр Cennetten bir dünyayla koyar, bütün evletmelerin sol kasırda olasınız. Bu şeriat. Yeni dostum Murat ağamız Muhammed'in 11. balası değil. Onun sebebi bizim atamız Oğuzlu yerden sana ortalık meşte var, namaz okuyup nasıl. Sonunda ben Cemres falanın dışarıda karagatım var Kur'an okumanda. Oy dağısı verime tasılandı deyip, meni balam deyip kuşakta bala kaldı. Sol yerinde sol ortalıkta var, namaz var. Aleyhine sonra giyimden 5 başladın, salahtım olup, bunda kapsulasın, kalay ettim, Dilmurat ağamız rəhbə qazga varsa, rəhbə qazga etip, meşedeli varatım, durmayasın al, benim oğlum basar, varat oldu, canım. Sonra Telman Savrulbay деген marhum olsunda Qaysibek'te birge gel gözlerinde durup bütün Sultan Borgan'ın cemaatları olup Bismillah'da 95 yılı kağıdı meşri basıldı bırak 97 yıl bitti. Bırakta Qayyip Kazakistan'ın muhtiyi gel başkanımızı Koşatova kağıdı demek Şivacı'ya kal onun açıldı bana bilmedi. Sodan yetene yakın atalı balalı bok ettik. Yine Münavvara'mızın bir söz Mustafa'nın meşitte değil, Mustafa'yı Çalgan'ın aranı sallanıp prezident gördüler. Kim bekliyor vardı? Medine'ye kim vardı? Medine'ye varsanız Peygamberimizin namazı okuyan yerdir. Peygamberimizin ibadet kılan ordudur. Sonra keyin söz çalıp arayı canadan Meşid-i Nevevi'nin camasını çevirir. Sol tekede bir Muhammed Assakal'ın kadam jayı, жүрген жері, намаз оққан, маңдай тиген жерін бұзбай, сол қалпында қалдырды. Бұл да үлкен бір көргендігі. Сол үшін ағайындар, олар елдің балалары бір-бірін батырын дейттеп, мінекей Ділмұрат ағамызға бір Мұхаммедтің баласы. Bir Muhammed Assakal'ға Dілмұрат мешіт алып берген сол. Енді осы мешітті баласы бірнеше жылдан кейін Ділмұхаммед әкесіне бірге салды. Бұған да енді мына сенатор біздің Зәкір бауырымыздың да үлесі көп. Мына Қайрат құда болсаң шыдады. Құда бір жыл құда. Bir жылдан кейін туысқан болып келеді екен. Қайрат елінде көп азаматтардың үлесі көп. Сол үшін Зәкір мына үлкен Алматы облысынан Sana Osmanlı'dan gel okuyan Zahir, size olsun gerekli birliklerin ıntımaktan gitmesin. Buna bir şahit müşahide, kırgızda böyle bir şey. Gölgesinde herkese atmaları etme olmasın. Osmanlı kuanışla ortak kızayın. Kazanaydı. Ay hayat, cevap, paydaşım bir günde Osmanlı şahit, birbirimizin mahtap, sağlıklarımızı sattap, tevezzüze memleketimiz hamam olsun. Olsun Kuzey Devleti hatta meşri alatın bayazlamaktan göreysin. Böyle kolcayıp duanı okumayıp Allahu Ekber. Tamam olaydı. Ben, da Kuzey aman tutmasın. Bugün Kayda'yla mikrofon tekli alıyorum ben. Kırma Muhammed Atam'ın 11. balası olasın. Kayda'yla mikrofon tekli alıyorum. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Sayın, Ceylan'a meşri asılında göstereyim dağıttım. Nasıl da sol cebine etmedim ben. Cenab-ı Ata Javur'un Dілмұрат ağamızın yerine şaban canayım deyip
сөйлеген менің әріптесім бауырым мен Зәкір Пірмұхамбетұлы отыр. Мен жаңа Мұхтар кішкене ауырып қарап рұқсат сұрап келді. Мұхтар ағам бар, Марат әлем бар, мен бар. Осы біздің атымыздан Зәкірімізге бір атыңызды ұйғардық, қабылдадыңыз. Атыңыз дайын тұрады, жеткізген жерге жеткізіп береміз. Ал мынау Жаркентке жеткізіп жоқ, айтқан жерге жеткізіп береміз. Давай, құтты болсын бәрі. Әр баянда болсын, жақсы күндер көп болсын. Рахмет сізге Жанболдыға. Жанболдың кеп отырыпты, шияқтама ішкелі сөз берейлі. Қахарман жаңа кеп бар мәденімізға. Бірмен күшкен дықат қылайды. Bundan Kuzeyfa Salası'nın faaliyeti olup, benim için bari kaşık sağlık olsun. Oturaziyada emez, dünyanın 20'den artık dönemde tatlanan Uygur'da yaşlıydı. Şu münasebetler dünya Uygur kurultuyla mahsus tarikatı olup geçti, öksaklanma. World Uygur Bölgesi, Hürmetli Cumhuriyet Kuzeyfa Bölgesi, Kazakistan'da kurup ve bugün kemiyete halkımızın ruhi ve içtimai hizmetine takdim kılgan meşhur geçişilmesi bilen sizin için gönlümden kızgın ötekleymen. Yıllar boyu samimi niyet bilen kurulgan bu meşhur fakat bir bina bulup kalmayın. Dini itikadının, birlikinin, kardeşliğinin ve cemiyet bütünlüğünün canlı bir abid sütüde hizmet kelgen dedi. Ben 1999 yılı ahirketin avutud bolğanında bu meşhurun ziyaret kılıp siz bilen görüşüp çok təsiratga ega bolğan edim. Bugün onun adının kengaytirip milletimizin umumi hizmetine sunuluşu sizin tarifaklık ruhunuzun, cemiyet aldaki mesuliyet hissimizin ve milli kıymet araçlarımızga bolğan samimiyetliğinizin muhim bir ispatıdır. Siz hem Uygur buluş, hem Kazakistan'ın namunalık bir vatandaşı buluş salayınız bilen uzun yıllardan bir yana hem Uygur cemiyetiye hem Kazakistan halkına iktisadi ve medeni cehetten tövbe koşup her millet ve cemiyetler arasında kıvırıp Uygur'a oynayıp geldiniz. Bugün yeniden içilen bu mescid yaşlarınızın küçüsü kılan keng cemaatçiliğinin bir yere cem bulup ruhi bozukluğunu müstahkemleydiler. Milli ruhni kuşaytılan muhim merkezge aylanması. Kılgan bu sahavetli kişimizin bilen ismini fakat bugün demez, kalbimize evlatlarımız tarafından eskindir o. Bu kıymetli hizmetimiz için yana bir getim çift yoğununda tutlayman, Allah kılgan barlı hayırlı kişimizni kabul kılsın, sizge ve sizni kollap kuvvetleyen ailemizge, dostlarımızla selametlik kayman ve daimi muhabbetler ata olsun. Bu mürasimi katlaşan barlı vatandaşlarla bütün dünyadaki cümletin Germanya'daki arkadaşlarının samimi yalgınlık sağlığını eğitmen. Dolgunaysa Dünya Hukuk'un sabit reisi ve Demokrasiya İnsan Hukuku Merkezi'nin reisi. Hakikaten bizim bu Kuzey Fasolusu bölümü hakkacının uzun hemisi muşu oturazı demez, bütün dünyadaki kuruluşlar hakiki çok abudeliye bunu büyük işin çok zalıdır. Ben hayran kaldım. Bunda bezehlerle, bunda çaylı, arkitektur tarafı olsun, her tarafı olsun, her halde ben telice bu Avrupa'da, Kazakistan'da ve bazı oturazı devletinde gördüm. Hürmetli mırzalar ve hanımlar, Esselamu Aleyküm, hürmetli efendimler ve hanımlar. Biz Kazakistan Uygurları, Kazakistan azamat retinde Kazakistan'ımızın örkündüğüne, onun güdüğüne öz özümüzde koşup kere yapıyoruz.
міндетіміз. Сөзінің соңында дініміз бір, тіліміз бір, тарихымыз бір, мәдениетіміз бір, қуанышымыз бір, қайғымыз бір, келешек үмітіміз бір, тарихта бір наны келбелескен, жеріне жаудыргенде қолында бір-біріне иегіне ұстап тұрып, бірге қан төккен, мыңдаған жылдар қызалысып, қызбалысып келе жатқан түркі халықтары, оның ішінде қазақ ұйғыр достығы мәңгі жасасын дейміз. Алла Қазақстан рахмет берді. Ассалаумағалейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Құрметті бауырлар, бүгін ең біз үшін ең үлкен қуанышты күн болып саналады. Өйткені көптен бері күткен мешіттің есігі айқара ашылып, бүгін сол жерде бәріміз жұма намазын оқып, деген дуа тілектерімізді Алла тағала қабыл етіп, еселеген сәуіптен жассын. Енді бұл мешітіміздің ерекшелігіне оралып кететін болса, қысқаша мәліметтер берейік. Мына бір үлкен күмбезімізбен жаңағы екі мұнарамызды заманауи желді алмастыру, тазарту ауасын екі мұнарамызбен үлкен күмбезімізді қолдандық. Және де жалпы көлемі 4000 шаршы метрді құрайды. Ендігі ерекшелігі өздеріңіз айтқандай Медине қаласындағы мешіт ішіндегі мешіт сол үлгісімен жобалап жоспарды бастағанбыз. 2025 жылы наурыз айында түгел рұқсат қағаздары, жоспарлары даяр болып, осындай қысқа мерзім ішінде осы Алланың қалауымен бүгін сол қуанышына ортақ болып отырмыз. Енді Ділмұрат аға туралы айтып кетпесе тоже болмайды. Осы менің тәжірибемде қаншама демеушілерді көрдім. Бірақ мұнды соңды көрмеген Ділмұрат ағамыз қолына күрек ұстап, күн демей, түн демей, сол жерде ат салысып, құрылыстың жобасына өзара дұрыстық қатысып, шапқылап, міне сол қысқа уақыттың ішінде бір 6 ай 7 ай ғой. Сол 6-7 айдың ішінде ағамыздай, туған ағамыздай болып кетті. Қасында мен енді ағалы болып, сол мешітте бірге ақылдасып отырып, міне осындай дәрежеге жеткіздік. Енді бұл мешіттің ерекшеліктері көп. Енді ана орысша айтып кеткенде зенитный фонарик дейді ғой, сокольный помещениесіне жарық түсіруге мүмкіндік болмады. Өйткені жоғары көтерсек, ешкі мешітіміз жабылып қалады, төмен түсірсек, еңсесі түсіп қалады дегенде, содан енді ана үстіңгі площадкаларын зенитный фонарик қойды. Естественный свет түсіп тұру үшін. Тағы да бір ерекшеліктері, сыртта түнгі көрісі енді сөзбен жеткізу өте теңдеуі, өздеріңіз көресіздер, жарығы өте әдемі, бұрын соңғы Қазақстанда кездеспеген, мешіттердің сыртында ондай жарықтар болмаған жарық жүйесімен қамтамасыз етіліп беруге болады. Ділмұрат аға, мына енді сізге және ұлыңыз Ділмұхамедке, бауырларыңыз Закиржан аға мен Мырзахмет ағаларға осы мешітке күндемей қаражаттарын аямай, еңбектерін аямай, ат салыстырғандары үшін Алла тағала рахымына бөліп, еселеген сәуіптен жассын. Рахмет. Ханымдар мен мырзалар, бәріңіздерді қасиетті, жазиралы, Жаркент өңірінен келген қонақтар атынан, Жаркент өңірінде өмір сүріп жатқан 120 мың халықтың атынан, алдымызда келе жатқан
ораза айымен құттықтауға рұқсат етіңіздер. Hürmetli cemaat, qadrli Dilmurat aka. Dilmurat aka, bugun siz xalqimiz uchun Qozog'iston diyorida hashamatli binoni o'rnatdingiz. Sizga, qarindoshlarimizga, oilamizga faqat omadlar tilayman. Sog'lom salomatlik tilayman. Dilmurat aka, siz Qozog'iston diyorida yashayotgan 130 millatning ichidagi mening millatim bo'lgan Uyg'ur xalqining birtal yolg'iz xalqi uchun jinini pido qilgan, o'z manfaatidan xalqimiz manfaatini ustun qo'ygan inson siz bo'lasiz. Dilmurat aka, bugun men mechitni butunlay aralab ko'rdim, munorlarni ko'rdim, gumbazlarni ko'rdim. Hattoki har bir kishi derizga chekilgan naqshlarni qo'lim bilan siypab ko'rdim. Sizning aqlingizga hayron qoldim. Millionlagan yillar burun xalqimiz hayotga keltirgan barliq naqshlarni bugun men mechitda ko'rdim. Sizga omadlar yor bo'lsin, oilangizga baxt saodatlar yor bo'lsin. Men bugun Dilmurat aka, sizning bizning qishimizdan o'talganligimizni foydalanib, enamiz Zakirjon Qo'ziyevga Yarkan taraflarining xalqidan cho'q rahmat etib, sog'lom salomatlik tilayman. Sabab buni davrda mustaqil davlatimiz Qozog'iston Respublikasining ekonomikasining o'sishiga ma'lum darajada ulush qo'shib, qancha insonni ish bilan ta'minlagan sizning qilinishingiz Zakirjon Qo'ziyevga omadlar yor bo'lsin. Men bugun mushu Qozog'iston parlamentining senatida o'tirgan sizning inimiz Zakirjon mushu etapga yetishchi birinchi nahiyalik nasihatning, ikkinchi viloyatlik nasihatning, uchinchi majlisning to'rtinchi bo'lib senatning deputati bo'ldi. Mana qanchalik siyosat Zakirjonning yuragida turdi. Qadrli qarindoshlarim, hammanglarga sog'lom salomatlik tilayman. Cho'ng rahmat. Assalomu alaykum. Hurmatli qavm, hurmatli bugungi ishlarga qatnashuvchilar. Ba'zilaringizda men Arlen Osmonov Uyg'ur audani madaniy o'rtoqlik atынан, Uyg'ur audanining xalq atынан chin yurakdan qutlug'ga ruxsat etilgan. Bugun жақсы күнде басымыз қосылып, ораза айларының алдында бас қосып отырмыз. Ол болса да біздің Қозиевтердің әулетінің үлкен Алланың жолында мешіт сеніп, шының екінші болып отырды. Әнді мен әрдірім әмісі етіп кәпте, ақырым етті. Мен шыға қосылып, кішкенен болсын тоқтырай дедім. Қозиевтердің әулетінің қандай екеніне әмімізге біліміз, яғни тәкілеп өтсек. Dilmurat aka, Qo'ziyev avlodining Dilmurat aka Allah yolunu bir bölek, andın öz emek 90'lılardan başlap bizning prezidentimizning so'rig'ini yaga qo'ymay, o'zi vitsenat bo'lib, cho'ng kasbiylarni yechib, andin bölek bizning Uyg'ur rayoniga, kolxoz savxozlarga qo'l uchun so'zib, asharki xalqning jon beqishiga cho'ng ulush qo'shdingiz. Bu kolxozlardan bölek o'zi danoligidan ma'rif sohasiga, yani bizning rayonda bir maktabning echilishiga cho'ng ulushni qo'shdingiz. Shu rahiya xalqidan cho'nglarcha rahmat etdingiz, ballarni amidim. Mana shu o'qib chiqqan ballar bizning Qozog'istonga cho'ng xizmat qiladi deb o'ylayman. Andin yana o'sha Alloh yo'lida Uyg'ur rayonida cho'ng mechit ishim yo'q deb, o'sha mechitni qaytadan tiklab, shuni ayib chiqarishga yana o'z qo'lishimizni so'zlaymiz. Yani şu yerda yurgan xalqning nomidan chin yuragimizdan rahmat etish ko'rsatdi. Mana aksini do'rab, Dilmuratga avlodi oldin qarba qayda yursa, oldi chap qayda borsa, oldinda orqada so'gan yurib deb, o'sha akamizning ko'rsatgan yo'llari bilan kelayotgan bizning amirimiz bo'lgan Zakirjon Qo'ziyevga Emeği ta'kidlab o'tdi, hozir senatda o'tasa, shu senat yetkicha talay fanlarni o'tib, metsenat bo'lib, предприниматель bo'lib, yana shu o'zining nahiyasi, oblast bo'lsin, Astana bo'lsin, ondan bo'lak bizning Uyg'ur rayoniga o'zining cho'ng ulushni qo'shib, bizga yordam bergan agentlardan biri bo'ldi. Sizlarga bunlarcha rahmat. Vapshi aytganda Qo'ziyev avlodi
халқының әдемі, халқының балдары болып, бізге, халқымызға, Қазақстан халқыға өзірланып, мұсылман қосылды. Шуаның бір бүгін сәбәпсі Аллах жолында шунчелік мечтаны, мында ғимараттары, 5 мыңның өткәлемсіздікке. Бұны әбел бір еткен сөзіміз бәне Закыржан білән Серік ағамыз екеуі Жаркентте мечіт салғанда, сол жерде өзіміз айтқан сөзіміз бар еді. Бай адамдар көп Қазақстанда, Қазақстан любой жерде. Бірақ сол байлардың Құдайдың қалауымен осы мечіт салуға Құдай қалайды, соның ұшақ мечіт салады. Сол Құдай қалаған адамдар сіздер болыңыздар. Сіздерге көп рахмет, ұнайын. Кейінді даже балыңызды Аллах жолында, медициналық жолында халық үшін қызмет қылған қайырлап етіпсіз. Сіздерге мыңмаш рахмет. Әнді нақиянарының орамал толдырмайды, жол болады деп бір чапан кеңші көрсетеді. بسم الله الرحمن الرحيم أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر وقل جاء اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأستاذنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك غافر الذنوب والخطيئات رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب يا رب العالمين. Ushbu o'qigan Qur'oni Karim va duolarni bo'lgan savoblarni butun dunyoga o'tgan
barcha mu'min va mu'minat, muslimatlarni o'rgatib jumladan shu Kuzib oilasidan dunyodan o'tgan Pir Muhammad Hajim akimizning, Sharafat Hajim akimizning o'rgatib va avlodlarning va boshqalar hamma o'tganlarning o'rgatib hadiya aytdi. Alloh Parvardigor shu dasturxonda qo'yib o'tirayotgan barcha qarindoshlarimizni dunyodan o'tgan atajatdan ajratib o'rgatib hadiya aytdi. Alloh bugun mana muborak juma sayyidil ayyom kunida mana bizning ulug' baytun bo'lgan, yangi yuzlikda islom baytun bo'lgan va annal masajida lillah masjidning ichilish marosimiga qo'yib o'tiribmiz. Mana bu masjid bir faqatgina bir ibodat qilish o'rni emas, bir tarixiy asar, bir madaniyat. Bu kelajakda izlanmaydigan tavallud qiyomat kuni inshaalloh tildan tilga dastur bo'ladigan bir asar bo'ldi. Alhamdulillah Allah bu Qur'on murakkabining Kuzib oilasining Qur'on xizmatini Alloh ijobat qilsin. Barchamizga shu yaxshiliklardan o'rnak bo'lishga muvaffaq etsin Allohim. Robbana atina fid dunya hasanah va fil akhirati hasanah va qina azabannar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allohu akbar. Bismillahir rahmanir rahim. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله
فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون.